Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбір мен қосымшаның жазылуы. Өткен сабақта біз сендермен түбір сөзге жалғаулары жалғанған кездегі өзгерістерді өткен болатынбыз. Бүгінде жалғастырамыз. Түбір сөзге қосымшаларын жалғау емлесін меңгеруді жалғастырасыңдар. Берілген сөздерге жалғаулары жалғанған кездегі өзгерістерді табыңдар. Мектеп, мектебі. Достық, достығы. Түлек, түлегі. Көйлек, көйлегі. Тәртіп, тәртібі. Бұлақ, бұлағы. Балалар, сөз соңындағы қ дыбысы дауысты жалғанған кезде ғ-ға айналады екен. Ал сөз соңындағы к дыбысы жалғауы жалғанған кезде г дыбысына айналады. Ал п дыбысы дауысты дыбысы жалғанған кезде б-ға айналды. Бұл өзгерістерді естеріңе сақтаңдар. Берілген өлеңді бірге оқиық. 7 жасар баласын 70-те шал жетектеп, қайда әлгі мектеп деп, 70 келеді сүрініп, 7 келеді жүгіріп. Балам, балам, жақсы бол, міне сенің мектебің, сабағыңа зейін сал, ақылды бол тентегім. Деп 71 күрсінді, 7 нені түсінді. Балалар, енді өлең мазмұны бойынша тапсырмаларды орындайық. Бірінші сұраққа жауап беріңдер. 70-тегі ата неге күрсінді? 70-тегі ата балалық шағын аңсады. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді оқиық. Мектебің, сабағыңа, тентегім. Бұл сөздердің түбірін табыңдаршы. Мектебің, мектеп. Сабағыңа, сабақ. Тентегім, тентек. Бұл түбір сөздердің жазылуындағы өзгерістерді түсіндіріңдерші. Мектеп, мұндағы п дыбысы б дыбысына айналған. Сабақ, қ дыбысы ғ дыбысына айналған. Тентек сөзіндегі к дыбысы г дыбысына айналған. Бұл өзгерістердің себебі не? Дұрыс айтасыңдар. Түбір сөзге дауысты дыбыстан басталатын қосымшалар жалғанған кезде осылай өзгереді. Бұл өзгерістерді естеріңе сақтаңдар. Ал енді келесі сөздерді көрейік. Келесі түбір сөздерге дауысты дыбыстан басталатын қосымшалар жалғанған кезде қалай өзгереді? Тауып көріңдерші. Халық, халқы. Ерік, еркі. Құлып, құлпы. Орын, орны. Бөрік, бөркі. Балалар, сендер дұрыс таба алдыңдар ма? Бұл сөздердің жазылуын естеріңе сақтаңдар. Келесі берілген бақша ағаштары мәтінін мұқият тыңдаңдар. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Мынау ағаш неліктен тіп-тік? Ана біреуі неге қисық біткен? Деп сұрады баласы. Оның себебі, балам, анау ағашты бағу-қағумен өсірген. Қисық бұтақтары болса кесіп, баптаған. Мынау ағаш бағусыз, өз шығу қалыбымен өскен, деді атасы. Олай болса, бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым. Мұны сен де есіңе сақта. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы кісі болып өсерсің. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді бірге оқиық. Бағу, қағу, шығу. Бұл сөздердің түбірін тауып көріңдерші.
бағу, бақ, қағу, қақ, шығу, шық. Түбір сөзіндегі қ дыбысы у дауысты дыбысы жалғанған кезде ға дыбысына айналған. Ал енді келесі тапсырмада балалар, бізде түбір сөз жоқ. Түбір сөзін тауып көріңдер. Жағу, жағады, жағып. Мұндағы түбір сөз жақ. Келесі тігу, тігеді, тігіп. Түбір сөзі тік. Тағу, тағады, тағып. Мұндағы түбір сөз тақ. Ал енді балалар, осы түбір сөздермен сөйлем құрастырып көріңдерші. Сөйлемдеріңді салыстырып көріңдер. Жақ. Әсем, бөлмеңдегі жарықты жақ. Келесі тік. Қызым, қуыршағыңның киімін өзің тік. Тақ. Көйлегіңнің түймелерін тақ. Бәрекелді балалар. Келесі берілген сөйлемдерді өз орнына қойып, мәтін құрастырыңдаршы. Енді мәтінімізді бірге оқиық. Уақыт тоқтамай сырғиды. Одан қалып қоюға болмайды. Сондықтан бүгін істейтін істі ертеңге қалдырма. Я балалар, бүгінгі істейтін істеріңді ертеңге қалдырмаңдар. Ол еріншектік болып саналады. Өз уақыттарыңды үнемдеп, жұмыстарыңды уақытында аяқтаңдар. Өткен тақырыптарды қорытындылау мақсатында тест тапсырмасын орындайық. Бірінші сұрақ. Туынды сөздер қалай жасалады? А. Түбірге қосымшалар жалғану арқылы. Ә. Түбірге жалғау жалғану арқылы. Б. Түбірге жұрнақ жалғану арқылы. Дұрыс нұсқасы Б. Түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Екінші сұрағымыз. Туынды сөздер тобын табыңдар. А. Кітап, бала, сусын. Ә. Достық, билік, татулық. Б. Суреттер, басшы, тапқыр. Дұрыс нұсқасы Ә. Достық, билік, татулық. Келесі сұрағымыз. Түбірлес сөздер дегеніміз не? А. Бір түбірден тараған сөздер. Ә. Түбірге жалғанған сөздер. Б. Тек түбірден тұратын сөздер. Дұрыс жауабы бір түбірден тараған сөздер. Түбірлес сөздерді табыңдар. А. Балалар, балапан, балажан. Ә. Біл, білім, білімді. Б. Дәрігер, дәріні, дәрімен. Мұндағы дұрыс жауап біл, білім, білімді. Келесі, түбірге дұрыс жалғанған қосымшаны табыңдар. А. Кітапты. Ә. Уақытке. Б. Сағатта. Мұндағы дұрыс жауап әрине Б. Сағатта. Бәрекелді балалар, сендер барлық сұрақтарға дұрыс жауап бергендеріңе сенемін. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Түбір сөзге дауысты дыбыс жалғанған кездегі өзгерісті түсіндіңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.